қабыл болсын. Подаркаларыңыз болса, тапсырып қойыңыздар. Не әкелдіңіздер? Еркек адамға түк жоқ, папама түк жоқ, мамама тықылай береді. Бритва после бритва сондай шығады. Душ после душ. Рахмет аға. Тілектеріңіз қабыл болсын. Ал енді дастархандарыңыз ойсырата орнына отырыңыздар, өйткені сіздердің құрметтеріңізге қарадан қанға дейін тартылатын қазақтың ұлттық асы, үлкен асы, табақ, етті қарсалайық, құрметті қонақтар. Жылқы бейшараға қол соққан. Тірісінде көрмеді ғой бейшара. Бұнда етті жегенде, жемеген дарманда, Атыраудың арпасын жеген, Ақтөбенің аршасын жеген, Қызылорданың күрішін жеген, Көкшетаудың шыршасын жеген, Сырдарияның сұлысын жеген, Шудың шөбін жеген жаған. Сырдарияның суын ішкен, етінде витаминдер жойылмаған, сізден басқа мейманға қойылмаған, бұрын ешқандай жерде сойылмаған. Жылқының етін тартып өтеміз, қабыл алыңыздар. Дамы и господа, это не завтрак, это не обед, а пачка готовый пакет. Обед, сарет, кызлет, бәрі де керемет. Бурным и аплодисменты. Ал енді қадірмен алыңыздар, еттен ала отырыңыздар, тәлеркелеріңізге сала отырыңыздар. 5 өмет үзіліс.
Ramазанға дейін тартылатын қазақтың ұлттық асы, үлкен асы табақ ет келіп жатыр. Енді сіздерге біраз минут уақыт бергенбіз, әбден улабасын, шулабасын деп. Енді кішкене назарды бері қарай бұрып отырыңыздар, құлақтарыңыз түріп отырыңыздар. Аққозының арасында су төгілмес шорғамен табақ ет тасып, қалқанда ет турап, жебесімен тұшқан қазақтың баласымыз ғой. Ет жесең тісіңе кіреді, жемесең түсіңе кіреді дейді. Сол секілді үлкен дәмден үлкен астан ала отырыңыздар, астарыңыз дәмді, көңілдеріңіз мәнді, қызық қуаныштарыңыз мәңгі. Үйлеріңіз, жанды қораларыңыз малды, қызық қуаныштарыңыз мәңгі болсын деген тамаша тілек ниеттеміз. Мына енді ет дегеннен шығады ғой. Баяғыдан қазақ пен орыс көрші болған ғой, қазақ пен орыс. Қазақтың бір қойы, орыстың бір шошқасы бар екен де. Күндердің күнінде қазақ қонаққа кететін болып, орыс көршісін айтады дейді. Айналайын орыс көршім, мен бір аптаға үйде болмайым. Мына қойым саған аманат, өзің немене жейсің, соны бер деген ғой. Жарайды деп кетіп қап, қазақ бір аптадан кейін келсе қойы болып семіріп кеткен ғой. Қазақ таңғалып жатыр дейді, айналайын орыс, мынаған не бердің дейді. Сөйтсе орыс айтады дейді, өзім немене жедім, соны бердім дейді. Сосын күндердің күнінде орыс қонаққа кететін болып, қазақ көршісін айтады дейді, мына шошқам саған аманат, өзің немене жейсің, соны бер деген ғой. Жарайды деп кетіп қап, орыс бір аптадан кейін үйіне келсе, бейшараның шошқасы өлейін деп тұр дейді. Орыс ренжіп жатыр дейді, айналайын қазақ, мен сенің қойыңды дәуіп семіртіп бердім. Мен саған айттым ғой, өзің немене жейсің, соны бердім. Сөйтсе қазақ ашуланып тұр дейді, неғып маған ашуланасың, мен өзім немене жедім, соны бердім деп. Орыс сонда қалай десе, қазақ айтады дейді, бізде таңертең шай деп айтады. Рас қой, әдетте шай деп айтады. Одан кейін бескі шай, одан кейін кешкі шай, пока біздің етіміз піскенше, сенің шошқаң ұйықтап қала береді деп айтады. Ұйықтап атқан жоқ қой. Мына балалардың есі бар ма? Мына мультфильмдің мамасы бар ма? Қайда? Қазақ баланы бағуды, туыды біледі, бағуды білмейді, тойға келіп шашып кетеді. Жинап алыңыздар да балаларыңызды. Тойдың басында мен бір баланы басып кетіп, тойдан кейін папасы келіп мені басып кетіп жүрмесін деп жатқан ғой. Маған да жан керек, үйге амандасып қайтып келемін. Осы ресторанның алдына жазып қойса ғой, балалармен келгендерге штраф 5000 теңге деп, сонда тастап кететін еді ғой. Балаға 5000, шашуға 5000 қой қосып тастап. Мұрат Оразбеке бастаған. Мират Бағдагүл, Болатбек Бәтән, Айкеш Рысбала, Әсия Дидар, Орынкүл Дәметкен, Бауыржан Нұргүл, Мейрам Қуанат, Айгерім Азамат дейді. Келіңіздер құда. Қол соғайық, қошемет қылайық. Құтты болсын, кереге кеңейді, ұрпақ көбейді деген осы. Сіздер құда болсаңыздар, мінеке әулеттеріңізден тағы да жаңа құдалар келіп жатыр. Жаңа құдаларға сіздердің жолдарыңызды берсін, құтты болсын. Қайсымыз бастаймыз? Конверт барлар бастасын шықты. Ойнамыздан бастаймыз. Кеңіз құды кім? Құрметті қонақтар, қонақтағилар, қатардарыңызға гүл өтсін. Құда шоқырыңызға жастағы мынау ойларыңыз ұзақ болсын. Ешқашан осыға қоймаңыздар. Екі бала бақытты болсын, екі жаққа мейірімді, қайырымды болсын, өмір жастары ұзақ болсын. Тағына етейін. Ойларыңыз қойға оласа берсін. Құдағи, ойларыңыз құтты болсын. Алыстан келген құдағилар, екі жастың екі жаққа да мейірманды болсын. Екі жаққа да тек қана жақсылық қуаныш әкелсін. Тақырыптар мол болсын, жолда жолдастың алды болсын. Екі жаққа да бірдей болып, өздеріңе тек қана сол балалардың құтына жинада берейін. Балаларымыздың құдалардың жаңағы дейін болсын, беріп болсын. Құдалар келген құдалар, адамдар құтты болып, әр жастар бақытты болсын. Балаларымыз
Құдам дәуре ордаlarыңызда жаңа шаңырақ көтеріп жатыр. Шаңырағы биік, ағатау ақ болсын. Екі жас бақытты болсын. Жаңа құдаларыңыз жылдық. Құдаларыңыз жақсылық, ағатылық, екі жас бақытты, оң ұрысық болсын. Ай, рахмет. Қалғамыз сөйлет қоғанымыз, қосыламыз, кеңіздер енді бір общий фотоға түшірейік. Қайсы құлағы қайсамыз? Кетеді. Елінен келгендерді білеміз ғой, келі қасиетті жүр. Қайда? Семейден келген құлағы қаяқты? Домбыра ма? Пианино кеп берейін бе десің? Дархан домбыра. Қонақтар ардақтағайын. Алдарыңызда тамаша дәмден астаналы отырыңыздар. Тамаша әнге кезек берейік. Екшектің бірін қатты, бірін сәл-сәл кембұра. Нағыз қазақ, қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дейді. Ана жақтар тыңдап жатыр ма мені? Тыңдап жатсыздар ма? Бағдагүл Құдағидің орындауында тамаша ән қабылдаңыздар. Қол соғамызға қалай шабалау бұруға. Желаниямыз орын. Зор денсаулық мол бақыт тілеймін, өмірде бақыт болыңдар, көтерген шаңырақтардың босағасы берік, шаңырағы биік болсын, жұрттың алды болыңдар, бақытты болыңыздар. Құдай балаларыңыз бақытты болсын. Сендерге арнап Ақпат әнін орындап берейін.
тоқтан мынау сізге. Алла разы болсын. Bizi aldımına olacağım, olsun de vermez, canımda canmaz, ömürden sen gidip kalay Құрметті қонақтар, той сахнасының төріне бүгінде мінекей жамандықты жақсылығымен жақтап келіп отырған, жақсы жолмен бастап келіп отырған, мыңжылдықтың мызғымас символына айналып төренің тұлғасындай тоғыз жолдың торабынан, құда-құдағилардың тарабынан келіп отырған біздің мыңжылдық құда-құдағиларымыз бар той төрінде. Жаңа құда-құдағилардың құрметіне бір қол соғып қойып, қошеметтеп қойып, алтындай бізге қызын беріп жатқан. Мен енді той сахнасының төріне сонау батыстан келіп отырған, Орал қаласынан келіп отырған біздің мыңжылдық құда-құдағиларымызды шақырайық. Әжесі осында Танзила дейді, және де Гүлжанаттың анасы құдағиымыз Гүлмайра, аға жеңгесі Ғайса Зәмзәгүл, сіңілісі Илтипат, аға жеңгесі Ардақ Сәуле деп жатыр. Құда-құдағиларға қол соғайық, қошемет қылайық. Құдағилар, қош келдіңіздер. Сағындырын Сергеевич Пушкин етқан. Рахмет, ал енді қош келдіңіздер. Еттің дәмін келтірген тұз әулие, елмен елді қосқан қыз әулие дейді. Бүгін мінекей екі балаларымыздың жақсылығының арқасында екі азуын айға білеген екі рулы ел құдандалы болып жатыр. Екі елдің арасына алтын көпір қылып жатыр. Құдай қаласа ұзағынан болсын деп тілейміз. Құтты болсын, иә. Тамаша тілек сіздерден болсын енді. Үлкен әжемізден бастаймыз ол қателесімізге. Құтты болсын құдағи. Сәл сабыр сақтайық ал. Мархабат. Құрметті астанамыздар, амасыздар ма? Сіздердегі Сырым ауданынан, Қосағашық қолынан келіп жатқан, бәрімізге белгілі ана әкеліп отқан құда-құдағайларымыз. Енді құда-құдағай ойларымыз құдақласын, бір баламыз, екі бала болып қуанып жатырсыздар. Бақытты болсын балдарымыз. Қайырлы адамдары болсын балдарымыз. Енді құдалығымыз мыңжылдық болсын. Мыңжылдық құда, мыңжылдық күйеу болып, араға жол салып, аман сау, араласып жүре берейік. Екі бала бақытты болсын, ғұмыр жастары ұзақ болсын. Аязбек Гүлжанат бұрағым, кең құрымдарының алды болыңдар. Не айтайын, қызым осы Алматыда оқыды, өсті, өнді, ел көрді, жер көрді. Оның арқасында осы жақта өзінің шыңарын тапты, өзіне тең деп ойлап, өзіне сүйеніш болар деп ойлаған шығар. Бір-біріне сүйеніш болыңдар, тар жерге таяу болыңдар қара. Айтайын, қызымның көргені бар, оқығаны бар. Бір басына өзінің ақылы да жетеді, білімі де жетеді. Қалған жерін туған ата-анасы бар екен, жан-жақты адамдар екен, өте қуаныштымыз. Білмеген жерін үйретер, көрсетер, ата-анасына тапсырамын. Қада берсе жақын жоқ, абысын ажынды елін кепшіктеріне тапсырамын. Жақсы жолмен жүрер деп ойлаймын, осы уақытқа шейін жүрді. Жарды өмірінің бәрі далада өтті, оқыды, өсіп өсті. Білмейді деп ойламаймын, бірақ та жас қой, білмегені көп болар. Құдағаймен құдаға тапсырам. Жөнсіп дейтін ата-анасы бар екен, жақын жолы бар екен. Өте қуаныштымыз. Енді де айтайын. Жақсы бол қарағым. Екі жақын жолына мейірімді бол, құласты бол, кішіпейін бол. Енді айтайын.
жақсы көремін. Аязбекпен екеуіңнің тек қана жақсы жақтарын еститін болайық. Бақытты болыңдар. Қол соғамыз ба қалай қыл? Үлкен құдағи ма? Кішкене сәл самсаған жастар жағын, кішкене балаларға ие болып отырайық, ә? Тілек қабыл болсын құдағи, тілегіңіз қабыл болсын, құдай қаласа сіздің жолыңыз, сіздің жасыңызды берсін деп тілейміз енді, ә? Енді кім қайда? Мамасы қайда Гүлжанаттың? Аяз бидің енесі қайда? Кеңіз. Құдағи құтты болсын, қол соғайық құдағиға, ә? Рахмет, енді құдай қаласа Аяз би сенің өміріңе міне екі ана деген ұғым пайда болып жатыр. Енеңді көріп тұрсың ғой, ене деген осындай болады. Өңіне де түсіңе де кіретін осы кісі енді. Рас қой? Мен де үйленбеген, бірақ ағаларым үйленгенде, өзім тәжірибемнен айтып берейін, ағам үйге келеді ғой. Егер енеңнің настроениесі болмаса, сенің настроениең болмайды екен ғой. Сондай екен. Ал егер енеңнің настроениесі болып, күліп ойнап жүрсе де, бәрібір сенің настроениең болмайды екен ғой. Ағам сөйтіп келеді да, өмірдің тәжірибемнен айтып жатқаны ғой. Құтты болсын енді, құдай қаласа. Енеңді көріп тұрсың ғой, иә? Көріп тұрсың ба? Көрсетеді саған біздің. Құдай қаласа осы енеңді сен жақсы көресің ғой, енеңді, басың кетесің ғой жақсы. Көрмейді, сізді жақсы көремін деп. Қандай осындай күйеу балада қалай айырыласыздар, иә? О заманда бұл заман енесін жақсы көретін күйеу балам бір жерде құтты болсын енді, құдай қаласа. Енді құдағилар енді қараңыздаршы, мен енді бір мақта кетейін енді. Мақтасақ та жарасады ғой енді. Құдай қаласа мені Аяз биде күйеу балаларыңыз бір бақыттысыздар ғой, ә? Бақыттысыздар ма қалай? Что-то подразительно айтып тұрсың ғой, бақыттысыздар ма? Қараңыздаршы қандай жігіт, ә? Бой десең бойы бар, 2 метр, көрдіңіздер ма? Галстук десең галстугы бар әне. Түр десең костюмі бар, қандай керемет жігіт. Бақып қажасыздар. Баяғыда бір Гүлжанаттың қыз жүріп жүрген жігіттің үйіне мамасымен таныстырып алып келген ғой. Сөйтсе қыздың мамасы күйеу баланың түрін көріп шошып кетіп, қыздың құлағына сыбырлап жатыр дейді. Айналайын қызым, күйеу баланың түрі страшный ғой, мұрны дәу ғой, аяғы қисық қой деп айтып жатса, қыз айтады дейді. Мама қаттырақ айта бер, оның құлағын естімейді деп айтады. Құтты болсын енді. Баяғыда бір анамыз өзінің туған баласынан көңіл қайтып кеткен ғой, туған баласынан. Ана баладан түк пайда жоқ, әйелінің айтқанынан шықпайды деп айтады. Оған қарағанда күйеу балам жақсы, қызымның айтқанынан шықпайды деп айтады. Сондай қыз. Ассалаумағалейкум ағайындар, астаналықтар. Мына біздің құда мен құдағайымыздың ең жақын адамдары, көршілері, достары жиналған екен. Бәріңізге де амандық тілеймін. Енді мен біріншіден мына таныстырып өтейін. Мына жаңа сөйлеген үлкен кісі біздің анамыз, Гүлжанаттың әжесі. Енді осылай жасы бірталайға келсе де осы қызықты бөлісейін деп сіздердің орталарыңызға келіп отыр. Сіздің құдаларын осында жақында жоқтарын көрейін деп. Енді мына жаңа айтты ғой, Гүлжанаттың мамасы, менің жеңгем. Енді одан кейінгі тұрған жеңгемнен кейінгі Гүлжанаттың нағашы жеңгесі. Бізде Орал облысында Бөкей Орда деген аудан бар, сол ауданнан келіп отыр. Одан құдағайдан кейінгі Дипат деген Гүлжанаттың сіңлісі. Ағамның 2 қызы болған, осы бір үлкені Гүлжанат, кішісі Дипат, Орал қаласында жұмыс жасайды, оқуын бітіреді. Одан кейін көк көйлекпен тұрған менің жеңгем болады. Муса құдаларыңыздан кейінгі Ибрагим деген ағам болған. 2 жыл болды, өмірден өтті. Сол ағамның жолдасы Сәуле деген Орал қаласының өзінде тұрады. Мен өзім есім Ғайса. Енді қазіргі уақытта Ақжайық ауданы, Орал облысының Чапай деген аудан орталығында тұрамыз. Негізінде Сырым ауданы Қосал ауылында туып өстік, сол жерде өндік. Сосын заман талабына қарай енді орын ауыстырдық. Қасымда тұрған менің жолдасым Замзагүл деген. Осындай ұжыммен келіп отқан жайымыз бар. Біз жалпы жаңа айтып өттік қой. Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданы Қосаба деген елді мекен бар, естулеріңіз болар. Сол жерде туып өстік. Әкеміз 98 жылы өмірден өтті. Сол жерде
жалпы кіші жүзденбіз, Байбақтыдан тараған, Байбақтының қынығымыз, қынықтың Байжиен деген бөлімінен боламыз, руымыз. Енді жалпы сіздердің құрметтеріңізге ризамыз. Кеше пойыздан түскелі осы қарсылап, қонақ қылып жатыр, аяғымызды жерге тигізбей, құдалар. Құрметтеріңізге көп-көп рахмет. Енді Аязбек Жанат, енді құрған отауларың берік болсын. Енді сізді жастарыңызды енді ажас емес, жаңағыдай әжеміз айтып өтті ғой. Оқып, жұмысын жасап, біраз жасқа келіп, ақыл тоқтатқан адамдарсыздар. Сіздерге көп ештеңе айта алмаймыз. Алдағы өмірлеріңе тек семьяда тату болу деймін. Мына үлкен кісілеріңізді сыйлап, алдарынан өтпей, сондай жақсы семья болады деп сенеміз. Барыңызға да амандық тілеймін. Тағы да тек жалғастырады ғана жеңгем. Саламатсыздар ма, Сарыарқа елінен? Осы бүгінгі құда болған отырған шаңыраққа келіп отқан қонақтар, ағайын туыс, осы әулеттің барлық жақын жұрағаттары, құда-құдағай, баршаңызға да көп-көп рахмет. Біздер 12 күні пойызда түскеннен бастап, аяқтарынан төктіріп, қарсы алып, өз құрметтерін көрсетіп жатыр. Ризамыз. Енді бізге бүгінгі кеште куә болып отырған 2 жас өздерінің жүрек қалауымен бірін-бірін сүйіп, осындай мәмілеге келгеннен кейін біздер оған рұқсат еттік. Міне сіздердің төрелеріңізде сол жастардың бүгінгі заңды некелерін қиысып куә болып отырмыз. Енді құда-құдағай, шаңырақтарыңызда жақсылықтар бола берсін. Барша отырған осы жердегі шаңырақ иелері, отағалары, отаналары, сіздердің шаңырақтарыңызға барша жақсылық тілейміз, семья байлығын тілейміз. Баршаңыздың да отбасыларыңызда тек қана бала қызығын көре беріңіздер. Енді менің есімім Гүлмайра болады. Батыс Қазақстан облысының Орда ауданында туып өстім. Қазір Сырым елінде келін боламын. Енді жолдасымның есімі Мұса, біздің құдаларымыздың есімі. Екеуміз де мұғалім болып мектепте жұмыс жасаймыз. 28 жылдай мектепте жұмыс жасап келемін. Енді тәрбиелеп отырған 2 қызымыз бар. Көзіміздің ағы мен қарасындай, біреуі Гүлжанат, біреуі Ілтипат деген 2 қызымыз бар. Енді барымша қолымыздан келгенше тәрбиеледік. Өздерінің қалауымен білімдерін алды, еңбектерін жасады. Енді қазір біздер заман талабына сай олай-бұлай деп айтпаймыз. Өздерінің жаңағы жүрек қалауыменен, өздері жаңағы көңілдері, жаңағы қалай деп айтуға, мінездері келіскен болар енді. Сондықтан да соған біз қол қойдық. Папасы айтқандай, мен қол қойдым, жолдасым мөр басты деп. Сондықтан енді алдағы уақытта тек 2 жастың бақытты болуын тілейміз. Бізге тек қана ата-ананың тілегі 2 жастың бақытты болуы. 2 жас бақытты болатын болса, тек денсаулықпенен бақыт берсін, семья байлығын берсін. Енді құда-құдағайларменен ол қалған барлығы да байлық та, ақша да бар деп қолдан жасалатын нәрсе. Сондықтан ең бірінші мен тек балдардың бақытын тілеймін. Жастар, Көке Гүлжанат, осыған дейін мүмкін енді біз қаттылауда болған боламыз. Айналайын деп айтпаппын. Бір әңгіме айтайын, бірде осы Ілтипат кішкентай кезі бірінші класс бітіргеннен кейін біз не үйрендік деген болады ғой. Сонда барғанда риза болдым балам, қызыма жаңағы көп артығымен орындап жатыр, өздерінің шекті несін. Сосын үйге келгеннен кейін жарайсың қызым деп бетінен сүйіп едім. Маған бүйтіп қарап тұрып, неге деп мен не айтарымды білмей қалдым. Өмірімде бірінші рет өзімнің қателік жібергенін сонда білдім.
балаға өте қаттырақ болған екенмін енді. Енді әжесінің қызы, немересінің үлкені болғаннан кейін әжесінің қолында өстік, бірге тұрдық біраз жыл. Сосын сол кісінің тәрбиесін алғандықтан біз енді көп оған жақындай алмадық, сондықтан айналайын деп айтқан едім, мен бүгін рұқсат ететін шығар деп ойлаймын апа. Көке, енді бақытты болыңыздар. Осы өмірде, өзімнің үйімде, жеңгелерімнің, жаңағы апаларымнан көрген, ағаларымнан көрген тәрбиелерімді ары қарай жалғастыр деп айтамын. Осы шаңырақта біздер 6 келін бармыз. Сол 6 келін бірде бір рет, міне 28 жыл болды, бір рет біреумен ұрысып көрмеппін. Сондықтан да көке, сенің де жолында өзін көргенімді жасайды деп ойлаймын. Мені ұятқа қалдырма. Бақытты бол, баянды бол, тастай батып судайсың. Еріңді сыйла, өзің ата-анаңды, әжеңді қалай сыйласаң, осы жақтағы бұл жақ енді сенің ата-анаң болады, сондықтан сол ата-аналарыңды сыйлап, еліңе, халқыңа, осы айналағындағы ағайын туыстарыңды, жақындарыңды жақындастыратын сенсің көке. Сондықтан әйел баласы осы ағайын туысты барлығын жақындастыратын сен, сондықтан көке барлығының бабын табады деп ойлаймын. Төріңде көрпең жаюлы болсын, шайың қайнаулы болсын. Ағайын туыстарда әрқашанда көңілің жарқын, жүзіңде күлкі, көңілің жарқын, ашық қабағың болсын деп айтқым келеді енді көке. Бақытты болыңыздар, ең бірінші сол. Кешеден бері қарай құрметтеп жатсыздар, құдалар. Рахмет сіздерге. Құлағымыз мындық болсын. Осы кештің куәгері Аязбек Жанат заңды некелеріңізбен. Екі жақтың ата-анасына сыйды, достардың алдында бейнеті болыңыздар. Бақыт тілеймін сіздерге. Дорогие молодожены, Аязбек Жанат, поздравляю вас с законным браком, желаю вам всего наилучшего, желаю вам огромного счастья, яркой любви, верных друзей. Уважайте родителей. Точно. Саламатсыздар ма? Давай. Ортаға салған көпірі жағына болсын деп осы тойға келіп жатқан жайымыз бар. Енді құдалығымыз 1000 жылдық болсын, күйеуім қайда қазақта құда 1000 жылдық, күйеу 100 жылдық дейді ғой. 1000 жылдық болды құдалығымыз. Енді Аязбек Жанат, сіздерге енді тұрған шаңырақтарыңыз биік болсын, іші толған бақыт болсын, келгелерің кең болсын, терезелерің тең болсын, екі жақтың ата-аналары бірдей болыңдар, сыйлай жүріңдер, араларындағы, жақтарындағы дос жарандардың алды болыңыздар. Енді бақытты болыңыздар. Енді жаңағы айтылған көп тілектердің барлығы періштенің құлағына шалынсын. Бақытты болыңыздар. Рахмет, сіңілісі, туған сіңілісі. Құдашар бол. Саламатсыз. Құрметті Сарыарқа елі, қадірменді құда-құдағайлар, қуаныштарыңыз ұзағынан болсын, құдалығыңыз 1000 жылдық болсын. Апа, жезде бүгінгі көтергелі отырған шаңырағыңыз берекелі болсын, заңды некелеріңізбен. Тайқуындай тебізіп, кішкентайымыздан бірге өскен, сырымызды, мұңымызды бірге бөліскен. Аға орнына аға болған, іні орны іні бола білген. Аққудай аппақ апатайымды өзіңізге жары қылып, сыңар қылып алқылы отырсыз. Апамның жарқырап жүреріне мәңгілік сыйласып, өмір бойы сыйласып өтетіндеріңізге сенімдімін. Сіздерді мақтан тұтамын. Сіздердің өмір бойы иманды, ибалы, инабатты отбасы болуларыңызға тілекшімін. Апатай, саған тілерім, алталашқаңыз қыз жібек елінде өстің. Ұстаздар отбасы, ата-ана төрінде өстің. Сарыарқа желі өзіңді көргенді келіндесің. Кең пейілді бол, бабалар даласындай. Досқа мейірлі бол,
қамқа тон жағасында көркің тозбасын, сүйкімді бол, еліктің баласы. Жанарыңда қазақ қызының намысы болғай, жарығының ырысбағы мен табысы болғай. Тіл көзден тәңірім сақтап, шаңырағына асыл тектер алғысы қонғай. Алған жарына аяулы бол, барған жеріне баянды бол, басқан ізіне гүл біткен құттылық тілейін, майыстан сынбайтын мықтылық тілейін. Салқындық сезбеген жүрегің анаңның тұңғыш гүледі. Өзіңе өлдір махаббат. Ұядан ұшқалы тұрған, жаралған аппақ нұрдан Алла жолыңды оңдасын, періштелер қолдасын. Жүрегіңе дақ салмағай, сеніп тапқан жан жолдасын. Арысын, тасысын, дәулетің ассын, сүйгенің басыңа бақ болсын, жолың ақ болсын. Жездеміз екеуміз мәңгілік серік бол, арқа сүйер, бас тірер, жанашырым бол. Рахмет, спектакль оқыттың өзі бәрінде. Саған былай деп жатыр ғой, сүрінбе қызым, құлама қызым, дұрыс қой. Күлімде мәңгі жылама қызым, әкеңдей қамқор боладау мөмен, тапсырдым сені құдама қызым. Енді бізден вообще ақша сұрама қызым. Қайда сіздерге бөліп түсініп отырмын. Оралға деп салып жүреді ғой. Ал келіңіздер, бір фотоға түсіп алайық. Құда қойыңдар. Рахмет, тілектеріңіз қабыл болсын. Қандай? Фотоға түсіп 5 платна. Шығарып аларды ақшасы төлеп аласыздар ма? Шығарып алады. Ал енді ортада билігі. Сіздердің құрметтеріңізге тамаша ән, Абай Бегейдің әні. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын. Сол жұлдыздың ішінде арайым. Салтанатты әніммен аралаймын гүл бақты. Сүйдім сені жаныммен, жыралайсың алтыды. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын. Сол жұлдыздың ішінде сенесің арайым. Армана қалайым, бағыма қалайым. Мен сені сүйемін, мен сені қалайым. Аспанға қарайым.
Бақыт, Нұркен, Алма, Жанболат, Гүлден дейді. Көршілері келіңіздер бастарына. Афа, мархабат. Ал құрметті қонақтар, бүгін енді біз бәріміз басымыз қосылып, осы шопанның үлкен тойын қуанышын бөлісіп жатырмыз. Енді бүгін өзіміздің ауылдың Қайыңды совхозының Амантау ауданы түгелдей осы тойға жиналып отырмыз. Енді Шопан мен Күләшті жақсы танимыз. Күләш енді менің сіңлім болса, Шопан күйеу болады. Рас емес пе енді? Қайынның қыздың алып отқаннан кейін күйеу болып olsun ғой. Енді мына тойларың құтты болсын, Шопан, Күләш. Өздерің алдарыңдағы міндеттеріңді атқарып жатсыңдар, аналық, әкелік, балалардың бәрін өріп бастыңдар, ұлдарыңды ұяға, қыздарыңды қияға ұғындырып. Енді алдарыңда енді екі қыз балаңды көрісіңді кеңетіп соларды ұлатып салсам, ендігі алдағы міндеттің немерелеріңді үйлендіру, сол міндеттерді атқарсаңдар, Алла тағала денсаулық, күш-қуат беріп, соған жетіңдер енді. Мере шөбіре сүйіңдер. Ал туған туысқан бауырлар, қай жерде жүрсек те, қайда болса да, қай жерде отырсақ та, тек қана қуаныш дастарханында қуаныштыда кездесейік. Ал бота жас шаңырақ иелері, сіздерді осы бүгінгі шаңырақ көтеру тойларымен құттықтай отырып, осы шаңырақтарын шайқалмай, босағаларын босамай, өмірдің қиындығын жеңіп, қызық қуанышқа жете беріңдер. Екі жаққа тек қана қызық қуаныштарını көрсете біліңдер. Біз соның куәсі болып, орталарында ойнап күліп жүре берейік. Той-тойға ұлассын. Мынау Шопанның, Күләштің әке-шешелерін көзін көргенбіз. Ол кезде біз жас келіншек едік. Міне қазақ айтады ғой, әке-шешең өлсе де әке-шешенің көзін көрген өлмесін деп. Мінекей сол Шопандар мен Күләштің тойларына куә болып отырған мен солардың әкесін де шешесін де жақсы танимын. Сондықтан да осы той, осы қуаныш, сол әке-шешелер балалардың әруақтарын желеп сендерді аман-есен тойдан тойға жеткізе берсін. Тойларың той боласын, Шопан, жаңағы талай тойға кездесетін болайық. Армысыздар, құрметті қауым, тойларымыз құтты болсындар. Ал Шопан аға, сіздердің үлкен қуаныштарыңызға шын жүректен тілектеспіз. Балалар бақытты болсын, құдалар адамдарымызға өмір бітсін, құдалықтарымыз мың жылдық болсын. Осы аға мен жеңгейдің балалары қашанда кішкейіп өздері амандасып жүріп, үлкенді сыйлап, ішін өтіп жүрген балалар. Соның бірі мен Аязби, бүгінгі қырық уақытын шаңдар биік болсын, осаған берік болсын. Әрқашанда мұны қондырып отқан құсым Гүлжанатың өзіне серік болсын. Бақытты өмір сүрсін. Әкең мен шешеңнің жолын берсін. Осындай үлгілі семьядасын. Соны әрмен қарай жалғастыра бер. Аға, әрқашанда неше баламыздың артық туы әрқашанда тік тұрсын. Шаңырақтары өтемесін. Жастар бақытты болыңдар. Жұбайлы денсаулықтар болсын. Денсаулық қызыларының бақытты болыңдар. Қайсың? Кеңіз апа. Фигураңыз көрсетіп тұрсаңызшы. Өмір жастар ұзақ. Енді мен осы 4 жылға бері сіздермен көршім. Сіздермен жақсы білемін. Ұлдарыма да айтатынмын, екі ұлыма да қызыма да айтатынмын. Осы үйме құда болайын. Бірақ енді балаларым екеуі де үйленіп, қызым да тұрмысқа шығып кетті. Бірақ маған сіздерді действительно қалай үшін сіздермен құда болғым келді. Жақсы, жақын жерден, жақсы адамдар, әсіресе маған жәшкәтен, сіз керемет ұнайсыз. Жуас адамсыз, қалай ақ көңілсіз, келіндеріңіз де жақсы. Енді мына келіңіз де сондай болсын, келіннің аяғынан дейді, бақытты болсын. Келген құдалар адамдарыңызға өмір бітсін.
құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. Мен сол үшін ақырзағына сүйіндірсін. Әмин айтқаныңыз келсін, тілектеріңіз қалыңыз болды ма? Фотоға берді 500 төгеді, бәрі әңгіме айтқаныңыз. Рахмет. Рахмет ал енді кешіміз одадармен қарай жалғастырып отырайық ардақты ағайын. Бүгін мереке жасалып жатқан қызық қуаныштың бәрі, осы мерекенің бәрі осы жастардың құрметіне арналады. Сондықтан жастар бақытты болдыңыздар. Алла тағала екі дүниенің бақытын нәсіп етсін сіздерге. Олшым сондай. Сейіл дейді, ойбай деп отырмын. Қандай газель дейді. Минимет қалайды. Ранчо бар ма қалайды? Ренжі бар ма? Порше Каян деп кім айтты? Өз айтып жатыр. Қандай? Хаммер, лимузин, қандай керемет машинаға теңеп жатыр. Мен енді Аяз биді Жигулиға теңейтінім да. Мықты машина қойды, кезінде мықты болды. Көкелерім біледі, жер талғамайды, жол талғамайды, безің талғамайды. Енді Құдай қаласа бүгіннен бастап Аяз би сен пойыз болдың ғой. Тек қана бірақ жолмен жүресің. Баяғыдай левый правый деген жол жоқ, бітті. Гүлжанат деген станциядан шығасың, Гүлжанат деген станцияға келіп тоқтайсың ғой. Пойыз десем бірінші мен не дейсің деп, қай-қайдағы нәрсеге теңейсің деп, өмірің темір жолдай ұзақ болсын, мен тұрмын тілегімде елесің деп, ағайын мен тілеймін, бұл пойыздың жыл сайын вагондары көбейсін деп қол соғайық. Рахмет, өзі негізі біле білсеңіздер, жалпы мешет жасауатқа жоқ боламын. Братан мешет жасауатқа жоқ болсаң, әңгімен жіберіп отыр ғой. Тәте, ой, тәте. Мешет жасауатқа түрінен қорғайды дедім ғой. Жалпы өзі адам баласы тойға той көрейін деп келеді, тілек айтып ой көрейін деп келеді. Біреулер сөйлейміз деп келеді, біреулер билейміз деп келеді, біреулер дастархандағы тамағына қарайды, біреулер сөйлеп тұрған тамадына қарайды, біреулер жан-жағына қарап отырады, біреулер сынап отырады, біреулер кімнің қанша бергенін санап отырады, біреулер араққа тойып алып өз-өзімен жылап отырады, біреуге вообще біреудің әйелі ұнап отырады, соған кәдімгідей құлап отырады. Үлкендер жағы дем алғысы келеді, жастар жағы ішіп алғысы келеді.
Біреулер тойдың басында құдашан қырындап тойдың соңында сонымен жоғалғысы келіп отырады. Не істейтін құдай білсін, таң атқан кезде үйіне оралғысы келіп отырады. Осылардың ішінде ең әдемі, ең керемет қонақ бар. Ең әдемі қонақ күлетін кезде күліп отырады, айтқаныңды ұғып отырады, білдіртпей кіріп отырады, білдіртпей шығып отырады, көзінде көсіріп отырады, тілекке қосылып отырады. Тамада сөйлеген кезде аямай шабағағын ұрып отырады дейміз де басқа. Мына енді алдарыңызға келіп, құшақтарыңызға еніп, бұлбұлдай сайрап, жүзі жайнап, әдемі жігіт кімнің айнан басыш папаңа. Теплапы сөптіп сенбіз бірақ. Не айтып атырмыз, ұмытып қалдым ба? Общым сондай болсын деп. Мына енді алдарыңызда тұрған жігіт кім деп тұрған шығарсыздар, мен енді өзімді қысқан таныстырып кетейін, рұқсат болса. Маған да жақсы емес қой, тамада айтып еді, музыкант айтып еді деген, сондықтан жүзім білгенше бірдің атын біл дейді, мен өзімді қысқан музыкант таныстырып кетейін. Енді алдарыңызда тұрған асаба, анау-мынау асаба емес, мен өзімнің алған атақ дәрежелерім бар, сіздер білмейсіздер, бірақ мен соны кейде тойда айтып өз-өзімді мақтайын деп тұрмын қысқасы. Алдарыңызда тұрған асаба республикалық халықаралық ақындар айтысының гран-при иегері. Республикалық дарын жастар сыйлығының иегері. Республикалық халықаралық шабыт фестивалінің гран-при иегері. Қарағанды қаласы Жаңарқа ауданы Ералиев ауылының құрметті азаматы. 2010 жылы өткен Павлодар қаласындағы Мәшһүр Жүсіпов атындағы арнайы сыйлықтың иегері. 2012 жылы өткен Астана қаласындағы бүкіл асабалар байқауының гран-при иегері. Мені осылардың бірін де ала алмай жүрген менің атым Ілияс. Бұлар бір керемет асаба деп ойлап болса, түк жоқ болмын біз әлі. Үстеліп, той тойлап жүремін. Атым Ілияс болады, фамилиям Көпбосынов, әкем аты Қаскен, шешем аты сіздерге вообще керек емес. Жылым 92, түрім 82, понятиям 72. Бұрын сотталмаған, әлі үйленбеген жігітпін. Басым бос, қаласаңыздар, әрқайсыңызбен боламыз дос. Қыз берем деп жатсаңыздар, басым бос, пожалуйста, бұны өзім реклама жасаңыздар. Енді мен өзім реклама жасап кетейін. Құдай қаласа мені тойға $1000 шақыратын болсаңыздар, мен әншімен келем, бишімен келем, күйшімен келем. Оның үстіне тағы да $200 қосатын болсаңыздар, 4 түрлі салатымен 2 официантымен келемін. Оның үстіне тағы да $300 қосатын болсаңыздар, ресторан жоқ болыс бір кетемін. Оның үстіне тағы да $500 қосатын болсаңыздар, үйлеріңізге бір апта келін болсын деп. Рахмет. Той қалай болып отырсыз? Нормаль болып отыр ма? Сөйлей берейін ма? Айта берейін ма? Әлі қайта берейін ба? Айта берейін, ақшам төлеп болған, маған бәрі сөйлей берейін қояр. Менің енді мына бойым аласа болған, мен дауысым қатты шығады, енді байқаматқан шығарсыздар. Шолақ мылтықтың дауысы шаңқылдап шығады деген. Оның үстіне мен тез сөйлеп түсінбей жатсаңыздар, бір-бірлеріңізден сұрап отырыңыздар. Кішкентай шенен тез ғайнек деймін, сондай бір нәрсе болды. Түсінбей жатсаңыздар, бір-бірлеріңізден сұрап отырыңыздар. Мына мен сіздерге бір сұрақ қойайын. Әлем бойынша ең мықты халық кім өзі? Мықты халық. Кім? Нағым қорқып айтып отыр, как потом Қырғызстанда тойлап отқандай болсын. Айтайыншы, қорықпай, кім? Қазақ білетіндер қос оқыш, қазақ қаншалық қазақтың мықтылығы неде? Етте дейді. Не дейді? Тойында, дұрыс жақындатқан сосын. Дальше, не понял. Қонақ жайлығында, сосын. Несінде? Бірлігінде. Қазақтығынан дейді. Қандай қазақтығынан? Мен айтып бере салайын деді, жақындап келетін негіз. Бірлігінде, тойында қазақ деген мықтылығы, қазақ деген жазудың ішінде екен ғой. Бұлай қарасаңыздар, басынан оқысаң да қазақ, артынан оқысаң да қазақ. Қазақ, мықты. Жердің шетінде, жердің бетінде ондай жоқ, басқа жоқ, мықтымыз. Қазақ деген сөздің ішінде ең соңғы екі әріп қандай? Аққа қасиет сөз. Мысалы, қазақтың жейтін тағамдардың өзі ақтан бітеді. Бауырсақ, қаймақ, сосын жаңғақ, қуырдақ, арақ дейді аяқтан бітеді. Сарымсақ да бұзын бұда ашық. Бешбармақ сосын, бауырсақ, доширак. Қытайды кегім ғой. Қуырдақ, тамақ,
сосын шапалақ деген сөз. Енді мен тойда көріп жүрген шығарсыздар, мені көрсеңіздер білесіздер. Мен тойда әрбір тойда осыны айтып отырамын. Мен енді шапалақ деп айтпай қойып қысқартып қана ш деп айтайын. Сонда шапалақ ұрайық, сонда сіздерге де жақсы, маған жақсы. Ешқандай ш деймін сіздер шапалақ olsun. Бітті? Шапалақ деп ұйымдасып. Жастардың құрметіне ш. Музыканттың құрметіне ш. Аяз немен Гүлжанаттың осыны тоймен қыпықтасып кешіп қаламыз деп аяқтарын зытып басып, костюмін ұтып басып, шалбарын тұрғызып, қастарын тұрғызып, мәшінесін жүргізіп, қатын қалашы мінгізіп болады деп бір қызық ш. Айналайын жамағат, барлық сіздерге арналады бүгінгі мына тойыңда. Қуаныш құрып салтанат, дарындар алқылап, қарындар шалқалап, дастарханға жайғастық, алдарыңызда дәм-тамақ. Асатасынан болады, нәниетінен нәр болады, шоколад, мар болады, қалауын шақармалап, жаярменен жалданап, қазыменен қартадан бір нәрсе түсініп жатсыздар өзім, бір түрлі қалып өзім айтып берейін ба? Қазыменен қартадан, сусыменен сопадан еп-деп, ет жеп, салаттан сөп-деп, бауырсақ қаймақ, жақсылап шайнап, ауызға айдап, сандуғаштай сайрап, күліп ойнап, жанарымыз жайнап, ажарымыз айбат болсын деп жастардың құрметіне сөйлей беретін жүнді көп сөйлеп көрген сияқтымын. Командаlardan сөз осындай білесіздер. Сондықтан менің кешімізді әрмен қарай енді менің әңгімеме гөрі сіздердің әңгімелеріңіз қызық. Сондықтан сіздердің тамаша тілектеріңізді тыңдай отырайық. Жастарға ақ-баталарыңызды білдіре отырыңыздар. Менен сөйлей бере білесіздер. Баяғыда өз екі тауық бір қораздан қашып келе жатқан ғой, екі тауық. Сөйтсек қасындағы тауық шаршап қалса керек, қасындағы тауыққа айтады дейді. Неғып қашып келетініміз, қора жетіп алады ғой, онда да тоқтап тұрайық деді жаңа. Сөйтсек қасындағы тауық айтады дейді, ойбай тоқтама, өтірік болса да жүгіре бер, тоқтап тұрсақ бұзылған екен деп қалады дейді. Тұрай мен де бір әңгіме дейін осы тілекпен. Баяғыда бір атамыз ағай өлем үшін өлем деген қазақта керемет сөз бар. Сол заман талабына қалай өзгеріп келатыр. Бөлем, ішкен жегеннің бәрін өзін төледі деген. Сондай болып жатыр екен. Бөлелері Мақсұт, Зураш, Сәлімгерей, Гүлмайра, Айғанша, Райса, Зәрур, Роза дейді. Бөлелері келіңізден той сахнасына сіздер. Ал Шоқат Күлешбеки бүгін әқтиерін қарын жарылып, бір балаң екеу болып, үйлерінде үлкен қуаныш той болады. Жағынан сүйіндірсін, тек қана сен деген қызығын көрсетсін, балаларың бақытты болсын. Ал айналайын балаларым, Шопанның баласы болғаннан кейін менің де баламсыңдар. Екеуміз құрласпыз, сондықтан мен сені балам деп айтайын сіздерге. Әр уақытта таландарың ассын, ойлаған армандарыңа жетіңдер. Тек қана сендерге тілейтінім жақсы өмір, жақсы тілек, қатарының алды болыңдар. Үйлеріңнен жан кетпесін, қораларына мал кетпесін. Ал құрметті құдағайлар, адамдарыңызға гүл бітсін мінекей. Ту алыстан, Оралдан келіп алсыздар. Мінекей осындай қуаныш той сіздерде болсын. Тек қана сіздермен біз